Көрермен енді студиямыздан да көрініп тұрған шығар. Біз қолөнер, қазақтың ұлттық қолөнер тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. Кезекті қонағымыз Нұрсәуле Оралқызы. Осы салада жүрген білікті мамандардың бірі, тамаша осындай туындылардың иесі, 5 саусағынан өнер тамған тамаша жан. Қалыңыз қалай? Саламатсыз, қалыңыз қалай? Сізді студияда көргеніңізге қуаныштымыз. Осындай тамаша дүниелеріңізбен келіп қуантып жатырсыз. Жалпы осы қолөнер саласын таңдауға не себепші болды, айта өтсеңіз? Мен бұл қолөнер несін талдауға ешқандай себеп жоқ. Бала күнімнен өзім оқып жүргенде кішкентай күнімнен осы ою сызуға, анандай неше түрлі қазақтың нелерін, оюларын салуға өзім құштар болатын кішкене күнімнен бала күнімнен. Сосын өзімнің анам тігетін бұрын осындай оюларды. Сол анамнан алған үлгім бірінші Алланың қолдауы, екінші анамның қолдауы, соның арқасында осыған жетіп отырмын. Енді біз бұл жерден сіздің тамаша туындыларыңызды көріп отырмыз. Рұқсат болса айта өтсеңіз, қандай туындыларыңызды алып келдіңіз студияға? Студияға енді мынау беш бармақтың астына қоятын мынандай табақ қойғыштар бар. Сосын осындай қыздардың жасауына құрақ көрпелер, кестелі көрпелер алып келдім. Мынандай құрақ, мынандай кесте мыналар. Оның кейін мынандай ұлттық киімдер бар. Қыз балалардың жилеткесі, ұл балалардың жилеткесі дегендей. Бөрік солай. Енді көрермендердің көзі менің жанымда тұрған бұл дүниеге түсіп тұрған айдан анық. Енді көзіңіз жауын алады, өте әдемі. Бұл дүниенің мағынасы қандай, не үшін қойылады, қалай аталады, өзіңіз түсіндіре өтсеңіз? Бұл үйтімар деп аталады. Үйге іліп қоясыз қабырғаға. Үйді тіл көзден сақтайды, жамандықтан сақтайды үйді. Әрі үйдің көркін асырып тұрады, үйге сән береді. Жалпы осы үйтімарын жасағанда қандай материалдар пайдаланады? Не пайдаланасыз? Үйтімарын жұмысын жасағанда кәдімгі дермантин, кожа, соларды істетіледі. Әдеттегі үйлерларда істетуге болады, оларға да болады. Оның осындай моншақтармен әсемделінеді, солай жасалынады. Бұл енді сіздің тамаша туындыларыңыздың біздің студияға келген бір бөлшегі ғана, е? Қазір жақында, Наурыз жақындады, тапсырыстар өте көп шығар. Тағы қандай туындыларыңыз бар? Айта өтсеңіз. Тағы тойбастар, неше түрлі түскегі шымылдық деген сияқты ұл балаларға. Міне мынандай түскегіздер бар, осындай. Осының әр түрлісі болады. Міне шымылдық деген нәрсе бар. Сол қазақтың ұлттық киім-кешектері, басқа да қыз жасаулары солар тігіледі.